Сәлеметсіздер ме әріптестер, мен Әсел Доскенқызы сіздерге тағы бір жиі туралы ақпарат бергенге отыр. Яғни бүгін Virgo жиі арқылы сіздер таныстырамын. Бірінші Google аккаунтпен тіркелеміз. Браузерлер арқылы кіріп, ары қарай аккаунтқа тіркеліп болғаннан кейін приложение кіреміз. Google аккаунтқа кіргеннен кейін одан upload фото дегенді барады, басамыз ішінен. Одан кейін телефоннан фото жүктеу әртүрлі. Разрешениесін аламыз телефонға кіру үшін. Одан кейін анимация бөлігінде басып қозғалтып немесе қозғалтпай сөйлеу керек пе деген батырма арқылы фотоны сөйлетуге кірісеміз. Яғни ішінде фотоның ішінде про десе платный болады, стандартқа кіру десе, яғни стандартный бөлігінде бұл жерде бесплатно кіріп видео жасауымызға болады. Одан кейін текст деген жолақ шығады. Тілін қазақшаға аударып аламыз. Қазақшаға аударғанда қыз болса Сәуле деп, ұл болса Дәулет деп белгілейді. Екі адамның тіркескіні беріледі. Одан кейін предварительный просмотрға басып, дауысын жылдамдатып азайтуға болады, ішіндегі тонын өзгертуге болады. Одан кейін текстқа кіріп, текстімізді жазғандан кейін Азия деп кіреміз. Өйткені Азияға кірген уақытта ішінде қазақшаға бізге доступ беріледі. Барлығын болғаннан кейін, яғни текстімізді басып, Азия батырмасына басқаннан кейін, генерит видеосын басуымыз керек, яғни генерировать еткеннен кейін жазылған видеомызды текстімен қосып сақтаймыз. Сақтағаннан кейін Save батырмасымен жанында тағы да Publisher деген батырма тұр, сол батырмамен басып біз бөлісе аламыз.